Саламатсыздар ма балалар? Мына келесі сабағымыз бастаймыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз Глинканың полькасын ойнаймыз. Полька. Қалай ойнайтынымыз? Ол бірінші пернеден жеңіл ойналады. Бұның бәрі төмен соғады, төмен. Осылай. Мына қараңдар. Бірінші саусақ 1-ден 0 деп тұр. 0 үстіңгі шек ашық. Үстіңгі шек. Төмен. Сосын 1 мін. Төмен. 2-ні бас бармақпен басамыз үстіңгі шекте. Осылай точно осылай тағы рет қайталаймын. 1, 2, төмен. Содан кейін бірінші саусақты 2-ге түсіреміз. Бас бармақты 4-ке қоямыз. 4-ші саусақты цифрға. 4-ке қосамыз. Төмен. 2, 4, міне. 1-де-1-ге қосамыз. Содан кейінгісі үшіншісі 1-де-1. 1, төмен, 0, төмен шекті ашамыз. Тағы қайталаймыз. 1, 0. Сосын басындағы да қайтып көремін, ең басындағы да. Қайталап. 1-де, 1, 2-ге басармақ. 1, 2. Тағы осыны қайталаймыз. Осы жерге дейін тағы бір рет қайталаймыз басына дейін. Басынан 1, 2, 1, 0, 4-ке екінші саусаққа, екінші цифрға қосамыз. 2. Бас бармақты 4-ке қоямыз. Төмен. 2, 4, мысалы. 1-де-1. Төмен. 0. Жоғары. 1. Төмен. 1-де-2. 1, 2, 1, 2. Мен бірінші бөлім 2 рет қайталадық. Енді екінші бөлімі 4-4 деп кетеді. Мысалы, 4 рет төмен соғамыз. 4 рет төмен соғамыз. Мысалы, 1, 2, 3, 4. 4-4-ке 4 рет төмен соқтық. 4-те 2 бас бармағы 4-те болады. Мынау 2-де. 4 рет төмен соғамыз. 1, 2, 3, 4. Мына 6-да 6, 2 рет төмен. 5, 8, 6-ға төмен. Сосын 1-ге 3 рет. 0, 1. Тағы қайталайды. 4-ке 4. 1, 2, 3, 4. 4-те 2. 1, 2, 3, 4. Бұны 1-де 6-ға қоямыз. Қайталап. 6-да 2, 5, 8, 6, 1, 6 деп кетеді мысалы. Полька, Михаил Глинканың полькасы. Бұны бұлай ойнап көрсетейміз сіздерге міне. Бастан аяғына дейін бір ойнап шығайын. Жайлап отырып үйрену болады. Төрт. Қайталау. Полька бітеді. Енді мына польканың темасын ойнап көрсетейін. Біз мына компонентіне отырмыз. Темасы мысалы бұлай ойналады. Осымен балалар, сабақты аяқтаймын. Түсінбеген жерлерің болса сұрайсыңдар. Сау болыңдар. Осымен полька. Үйден жайлап ойнайсыңдар. Түсінбеген жерлерің.